27-28 февраля 2023 года Инновационный центр развития образования, Управление образования Павлодарской области провел областной этап республиканского конкурса «Жана мектепке, жанашыл устаз». На первом этапе конкурса на базе школы имени Аманжола Шамкенова и средней общеобразовательной школы номер 2 города Павлодара педагоги давали свои открытые уроки 5, 6, 7, 8, 9 классов. На втором этапе представляли свою самопрезентацию «Начало творческого пути». Третий этап конкурса участники писали эссе на тему «Новой школе современный учитель». Бүгін Павлодар облысының әр мектепті жаңарталамын ба, жаңғырталамын ба деген сауалдарға жауап іздеп жүрген жас мамандарының басын қосқан үлкен байқау өтіп жатыр. Бұл байқау жаңа мектепке жанашыл ұстаз деп аталады. Яғни біз жас маман ретінде мектепті қалай жаңарта аламыз, оқушыларға қандай жаңа форматтағы дүние бере аламыз деген сауалдар төңірегінде түрлі кезеңдерден байқау өтіп жатыр. Жалпы осы байқау барысында біз танымайтын сыныпта сабақ беру арқылы, басқа оқушылармен жұмыс істеу арқылы, басқалардың сабақтарын байқау арқылы өзімізге үлкен тәжірибе алдық. Жас мамандар ретінде бізді салыстырмалы түрде бағалайтын, басқалардың тәжірибесін көретін, тәжірибе алмасатын осындай байқаулар жиірек ұйымдастырылып тұрса деген тілегіміз бар. Тема была у нас сегодня параллельные перпендикулярные прямые. Свой урок я построил на цифровизации, то есть это были QR-коды, потом платформа Plickers. У учащихся были QR-коды, они их переворачивали, тем самым могли отвечать на свой ответ. Если перевернешь под определенным углом, ответ менялся. Многим детям понравился урок, просили остаться у них преподавать дальше. Вот. Я считаю, что самое главное это настроение на уроке и активность детей. Жаңа мектепке жанашыл ұстаз деген конкурсқа қатысатынбыз. Ол бірнеше этаптан тұрды. Эссе жаздық, ашық сабақтар екінші мектепте жүргіздік. Ашық сабақ өткізгенде өте қызықты болды, себебі басқа атмосфера, басқа сыныпта, басқа оқушылармен жұмыс істедік. Жаңа өзімізге жаңа бір жаңа опыт деп айтуға да болады. Қазір енді бізде презентация, самопрезентация конкурсы өтеді. Өзімізді неше түрлі тәсілдерді қолданып, өзімізді өз жұмысымызды аз жұмыс істесек те өз жұмысымызды көрсетуге тырысамыз осы конкурсқа.